қарыдай жақсылықтың таудай сауабы. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық деп жырлаған ұлтымыздың ұлы ұстазы, ағартушы Ыбырай Алтынсарин нағашы атасы Балғожа бидің тәрбиесінде болғанын бүгін бірі білсе, бірі білмес. Балғожа би заманының көзі ашық, көкірегі ояу, кесек мінезді, еліне тұлға болған адам екен. Қарағылды қақ жарған әділ қасиеті үшін халқы жақсы көрген. Ханға да, қараға да қаймықпай сөйлеп, кедей кепшіктің, жетім мен жесірдің ешкімге ақысын жегізбеген. Бидің басынан өткен мына оқиға сіздерді қатты қызықтырады, әрі ой салады деп білемін. Балғожа бидің шашасына шаң жұқтырмайтын сүлік қара сәйгүлігі болыпты. Аламанда алдына қара түсірмейтін жануардың сыртқы сымбаты да көздің жауын алады екен. Аттың даңқы алталашқа жайылыпты. Сәйгүлікті сатып алуға қыруар қаржы ұсынған бай бағланның берген бағасына Балғожа би пысқырып та қарамапты. Ер қанаты ат емес пе? Астымдағы атымды бергенім, кеудемдегі жанымды бергенмен бірдей, сүлік қараның құны жоқ, сатылмайды деп кесіп тастапты. Қай заманда болсын, даңқ пен дақпырт қатар жүреді емес пе? Сүлік қараның даңқы Кенесары ханның да құлағына жетеді. Жүйрік ат десе, ішкен асын жерге қоятын хан, қанша сұраса да құнын беріп, Балғожа биден сүлік қараны сатып алыңдар деп шабармандарына шарт қояды. Сөзге түсінбейтін жандайшаптардың дөрекі пиғылына Балғожа би де шарт кетеді. Кенесары хан түгілі, әкесі тіріліп келсе де, сүлік қара жоқ деп қысқа қайрады. Бұл сөз аумай төкпей ханға жетеді. Бір ауыз сөз үшін ашуына мінген хан атқа қонып, бір түнде бидің ауылын шабады. Балғожа би сүлік қараға мініп қашады. Бидің артынан қумаңдар, бәрібір сендерге жүйрігі жеткізбейді деп хан шабармандарына қууға тыйым салады. Ауылы ойран болған Балғожа бидің 3 әйелін ханның алдына алып келеді. Қаһарына мінген ханнан қаймыққан халықта үн жоқ. Шыбынның ызыңы естілетін үнсіздікті Балғожа бидің жаңа қосылған жас 3-ші әйелі бұзады. Датым бар сізге, хан ием, деп бастайды сөзін жас келіншек. Осыдан 20 жыл бұрын сіз 200 әскеріңізбен жараланып, Садырғожа бидің ауылына түскенсіз. Сол кезде мен тұлымшағы желбіреген әкемнің 5 жасар қыз едім. Би әкем сіздің жараңызды таңып, әскеріңізді 3 күн қонақ қылды. Әкемнің пейіліне риза болып, сіз сонда би тілегіңді айт деп 3 рет қайталадыңыз. Сонда би әкем, хан ием, әзір балалар жас, заманы болар, уақыты келер. Бұл аманатты да сізге айтар күн туар, деп үнсіз қалып еді. Мен сол Садырғожа бидің кенже қызымын. Әкемнің қайтқанына да 7 жылдың көлемі болып қалды. Сол кезде әкемнің айтпай қалдырған тілегін енді мен айтамын сізге. Елдестірмек елшіден, жауластырмақ жаушыдан деген. Хан мен бидің ортасына сөз тасып жауластырған сіздің шабармандарыңыз. Еркектің атын шығаратын 3 дүние бар мына жалғанда. Астындағы аты, қойнындағы қатыны, жайған дастарханы. Сіздің шабармандар бидің жайған дастарханынан аттап, астындағы атын тегін алғысы келді. Дөрекі сөзді көтере алмаған би қатты айтса айтқан шығар. Бұл аузымен айтқан бигесін, кешірмесе ханғасын. Астындағы атынан, қойнындағы қатынынан айрылса, намысты ерге сын емес пе хан ием? Менің сізден сұрайтын жалғыз тілегім, отымның киесі, шаңырағымның иесі болған Балғожа биді жайына қалдырыңыз. Абыроймен астындағы атынан айырмаңыз. Қан қайырылып қараса, бақ қарайды деген
басындағы бағынан айырмаңыз, мейіріміңізді қайта төгіңіз, хан ием, депті бидің жас әйелі. Мына әңгімені тыңдап отырған хан кене сілтідей тыныпты. Сөзің орынды айналайын, би әкеңнің жақсылығын көріп едім, айтқаным айтқан, уәдем уәде, деп хан ойран қылған Балғожа бидің ауылын қалпына келтіріп, құнын төлеп, талан таражға түсірген 4 түлік малын қайтарыпты. Алғыс деген ақсақ қоян, аяңдай жетеді деген осы. Әкенің жасаған жақсылығы баласының алдынан 20 жылда жетіпті. Ұрпағым өсіп өнсін десең, жұрттан жақсылығыңды аяма ағайын. Жасаған жақсылығыңның жарығы өзіңе түспесе, уақыты өте келе, ұрпағыңа сәулесін шашары шындық. Өсиет тілек бата құттықтау тобының парақшасынан алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.